Жошы хан кесенесі. Жошы хан кесенесі республикалық маңызы бар тарихи мәдениет ескерткіші болып табылады. Жошы хан кесенесі тарихшы ғалымдардың болжамынша 13-14 ғасырларда салынған. Деректерге сәйкес, Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы хан Ұлытау даласында аңшылық кезінде қайтыс болған. Жошы хан кесенесіне Жошы ордасы археологиялық объектісі іргелес жатыр. Одан табылған жәдігерлер мұнда ежелгі қоныстың орналасқандығын айғақтайды. Алғаш рет Жошы хан кесенесі Бұхар тарихшысы Хафиз Тыныштың 16 ғасыр жазбаларында аталып өтіледі. Ескерткіште 1946-1973 жылдары Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы, ал 1998 жылы Жезқазған археологиялық экспедициясы зерттеу жүргізген. Ескерткіште ғылыми реставрациялық жұмыстар 1998, 2000, 2006, 2011, 2016 және 2020 жылдары жүргізілді. Мемлекеттік республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне кесене 1982 жылы енгізілген. Жошы хан күмбезі Жезқазған қаласынан солтүстік шығысқа қарай 50 шақырым жерде Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан көне архитектуралық ескерткіш. Жошы ханның жұмбақ өліміне байланысты ақсақ құлан аңызы қазақта ұрпақтан ұрпаққа тараған. Бұл күйдің шығу тарихын Қыпшақ даласының әйгілі билеушінің ажалымен байланыстырады. Аңызда ұлының қазасын естірткені үшін ұлы қаған Шыңғыс ханның әмірімен домбыраның көмейіне қорғасын балқытып құйды делінген. Ғұлама Әлкей Марғұланның айтуынша, ұлы күйші Кетбұқа ақсақ құлан атты жоқтау күйін қобызбен тартқан. Қазіргі таңда Жошы хан кесенесінің жанына заманауи тұрғыда музей, қонақ үйі салынып жатыр. Және де Жошы ханның тағы да бірнеше мүсіндер жасалған. Саяхаттап көріп қайтуға болады. Ашылуы 5-15 қазан аралығында деседі.